Давай ол жаққа кірмей ақ қояйық. Сабақ берген, оянған, просветленный адамдар ғой. Кімге Құран оқытып жүрміз деген сұрақ түсіпті. Егер жан истокқа қайтып кетсе, немесе перерождениеге келсе деген. Маған қазір психологтар да келіп жатыр. Тұлға осы моментте өлді ма, сол жерде бітті болды. Мен үшін бір сектаның есі шығып тұрған сияқты дейді. Бір дұғаларды қабыл болмай жатыр. Бұрын қабыл болатын еді, қазір шектеу заңы түсті вообще. Оянғаннан кейін сонда ештеңе істемей жүресің бе, сонда түсінбедім сізді. Жұмақта, тозақта, осы өмірде деген. Ауырып қаласыңдар. Ол бір жерден тесіп шығадан ол. Көктен бір даджал келіп түседі дейді. Сол кезде Құдайын танығандар Без души деп адам, ол жансыз балдар. Суық болады, олар қирату үшін түседі. Сен мың рет мына жерде аффирмация, визуализация, манифестация бәрін айтып отырсын. Джо Диспензаның медитацияларын жасадың ғой. Сәлеметсіз бе Елбол мырза, бүгінгі подкастқа қош келдіңіз. Сәлеметсіз бе? Өзіңіз жайлы кішігірім қысқаша ақпарат беріп кетсеңіз. Сапар Елбол. Атақ мен ешкіммін. Жақсы. Енді алдыңғы подкасттарыңызды көрдім, толық көрдім ғой. Енді мен сол жерде бүткіл сұрақтардың бәрін қарап шықтым. Кәдімгідей дайындалып келдім, себебі мұнда сіздің полеңізде отқан кезде сұрақтардың бәрі жойылады дейді. Сезіп отырсың ба? Сезіп отырмын соны, иә. Сол себепті кәдімгідей сұрақтар дайындап келдім сізге. Ютубта жақсылап қарадым, комментарийлардың бәрін реттеп шықтым. Сол комментарийлардың 99.9% положительный отзывпен түсіпті. Соның ішінде енді азма сұрақтарды алдым, халыққа, аудиторияға түсінікті болу үшін. Сол ең бірінші сұрақ мынандай сұрақ болып тұр екен, қараңыз. Сіз бір сөзіңізде айтып кеттіңіз, әулиелерге жоламаңдар, ол жақтан жаман энергия ұстап қаласыңдар, сол үшін ол жаққа кірмеңіздер деген сияқты. Сонда көрермендердің бірінші сұрағы былай болып жатыр. Әулиелерге кірмеңіздер дейсіздер, бірақ өмірден өткен жаңағы адамдарға Құран бағыштау, например, зиярат жасау, мысалы бізде енді қазақ халқы болғаннан кейін әулиелерді аралап зиярат жасаймыз ғой. Жет-желпек пісіру деген сияқты біздің традициялардың бәрі қайда қалды деген сияқты көп сұрақтар түсіпті. Осы сұрақты бір кеңінен ашып өтсеңіз. Мен әруақтарға кірме деген себебім черный магиямен айналыспаңдар деймін. Ол жаққа сеніп кетпеңдер деймін. Алла жүректеріңді деймін. Шелпек пісіресің ба, немесе әулиелердің бәрін арыстан бапта аралап шығасың ба, әулиелердің бәрін басына барасың ба, бар. Просто өмір сүр. Қара, қандай керемет. Адамдар салып кеткен. Сезін, бірақ ол жаққа сенудің қажеті жоқ деймін. Құран оқисың ба, бағышта, оқы, бірақ бірікпе, не отождествляйся деймін ғой. Қосылма. Сен бөлексің. Сен әлемсің. Бірікпе дегеніңіз сонда сол әулиелерден барып керегіңді сұрама дегіңіз келіп тұр ғой. Бәрі ішіңде бар ғой. Просто қалған өмір ғана бар, проживание бар, сол өмірді сүру керек болды. Сен өзің өмірсің ғой. Өмір сен арқылы өзін өзі сүреді болды. Қалған бәрінлік нәрсені істей бер. Бұл оянуда анау дұрыс, мынау дұрыс деген ұғым жоқ. Түнде жақсы, күндізде жақсы. Байлық та жақсы, кедейлік те жақсы. Ажырататын адам жоқ бұны. Эго ғой постоянно бізді ажыратып отыратын. Анау жақсы, анау жаман деп. Атак екеуі де бір энергия, бір полюс. Екеуін бірдей қабылдайсың. Вот оянған адам солай қабылдайды. Қарайды, ажыратпайды. Проблема кеп тұр ма? Кеп тұр. Өмірдің бір несі ғой ол. Заңдылығы ғой. Адам не істейді? Жақсы нәрселерді қабылдап, жаман нәрселерді қабылдағысы келмейді. Полюсті бұзады. Закон полярности дейді ғой, полярлық заңды бұзады. Ол адам айтады, маған тек жақсы нәрсе бола берсе, қараңғы проблема болмаса дейді. Сол кезде заң бұзылған кезде саған тек қараңғы моменттер келе бастайды. Осы жерде адам неге қалап тұр тек жақсыны? Значит, нәпсісі қалап тұр ғой тек жақсы нәрсе болсын деп. Эгосы қалап тұр, центр эго болып тұр ғой оларда. Иллюзияға тойып алған, өзі құрып алған, бір образдарға сеніп алған болды. Әр адамның өзінің шындығы бар. Әр адам өзінің шындығы бар. Бірақ ақиқат біреу. Ақиқат бұл доказательстваны талап етпейді. Бұны тек қана сезінесің, бітті.
Содан кейін мен айтып отырмын ғой, мен қасыма мына поляға келген кезде жан тынышталады, тыңдап отыра бергім келеді. иә оны Эго тоқтап қалады мына поляда. Өйткені мен 3 күн ретрит жасаймын ғой. Бірінші күн әбден сынап келеді адамдар. Бәрін байқап отырамын. Үшінші күн бәрі жылап, бір-бірін құшақтап, жақсы көретінін айтып кетеді. Солай жұмыс істейді. өйткені сіздің поляда адамдардың үшінші күнде уже маскалары шешіліп, иллюзиядан Өзін шығып, жүректері таниды, ашылады. өзін таниды, образдарын бәрін сыртқа лақтырады уже бұл поляда. Адам не үшін қиналып жүр, қазір өзінен бір образ қойып алған, соған сәйкес бола алмай жатыр. Эго бір образ қойып алған. Сен бұндайсың, сен ондайсың. Мен әрдайым айтамын ғой, эго ол шындықты жақсы көрмейді, ол өзі шындық болғысы келеді. Қазір сіз айтып отырсыз, образдар құрып алған, бір сол образдарға сенеді дегендей. Сол орайда мен сол жерден өзімді көргендей болып тұрмын да. Себебі мен де бұл жолдардан өттім ғой. Бір образдар құрғым келді, бизнеске бардым, карьера қуаладым, ақша көп тапқым келді деген сияқты. Сонда бұның бәрі тек эгоның қажеттілігі болып тұр ғой. Әрине. Эго бәрін өзіне алғысы келеді. Власть керек оған, билік, ақша, біреуден үстем болу, біреуге бір көріну. Адамдар шаршады қазір осы иллюзияның бәрінен. Маған қазір психологтар да келіп жатыр. Не істеймін? Өзінің жандары қиналып кеткен уже. Ана образды көтере берді. Қазір көтере алмайсың қазір образдарды. Көтертпейді, сондай заң түсті. Осы заң демекші, алдың бір рилсыңызда көріп қалдым. Предел заңы депсіз. Предел заңын енді қазақша аударып көрсем, шектеу заңы деп аударылып тұр. Енді тікелей аудармасы болуы мүмкін. Предел деген заңымыз сол заманның ақыры келген кезде түседі деген түсінік келіп тұр маған. Сол түсінікті кішкене былай тоқтап ашып жібересіз бе? Предел заңы дегеніміз не заң болады и ол қай кезде түседі? Иә, шектеу заңы дейді ғой, предел заңы бұл. Жақсылық пен жамандық бірдей екеуі де ұтылған кезде түседі. Нұх пайғамбардың кезінде түскен, ол кезде топан сумен біткен, аяқталған. Қазір ешқандай топан су болмайды. Қазір адамдарды сілкітіп тұрып, иллюзиядан шығарады. Оны қазір түсіндіре алмай жатыр адамдар өздері. Не болып кетті дейді, бәрі қирап жатыр. Бір сезім тұр, пустота тұр іште. Потому что мен сіздерге айтайын, бұл предел заңы бұлай шеттен бөлек болып түспейді. Бұл адамның ішінен оянады. Сүйектің ішінде тығылып тұрған маскалар болса да сілкіндіріп тұрып шығарады соны. Сол үшін айтамын, қазір бір осы әлемде 15-20% ғана оянады. Оянып қалу керек қазір. Массовый ояна бастайды қазір. Түсінгендер оянады, догма, убежденияға той болғандар қалады. Оянамай қалады. Тоқтаңыз, 15-20% дейсіз, сонда әлемде қазір 8 миллиард халық бар. 8 миллиард халықтың 15-20% бұл 1 миллиард 200, асып кетсе 1 миллиард 600. Халық оянады деп дегіңіз келіп тұр, е? Сонда басқа халық, оларға не болады? Оянбайды, утилға кетеді, болды. Утилға кету дегеніміз... Перерождение ғой. Сансараға кетті қайтты. Истокқа қайта алмайды. Источникқа. Демек, ол адамдар осы өмірден кетіп, қайтадан жандары осы өмірге қайтып келу ғой, перерождение деп тұрғаныңыз, е? Иә, жан. Тұлға емес, мен тұлға туралы айтып тұрған жоқ. Тұлға осы моментте өлді ма, сол жерде бітті, болды. Тұлға қайтып келмейді, жан қайтып түседі. Осы жан демекші, қараңыз, осы жерде бір жақсы қызық сұрақ түсіпті. Жаңа бас жағында айтып кетті ғой, әулиелерге Құран бағыштау, зиярат жасау дегенде. Сонда сіз қазір айтып отырсыз ғой, енді жан перерождениеге келеді, немесе истокқа қайтып кетеді дейсіз. Сонда біз кімге Құран оқытып жүрміз деген сұрақ түсіпті. Егер жан истокқа қайтып кетсе, немесе перерождениеге келсе деген. Ол просто өмір. Оған қазбалама, кімге оқытып жатырмын. Өзің білмейсің ғой, кімге оқытып жатқаныңды. Іштей сезіп тұрсың, пәленше адамға болды. Ол не болып жатқанын сен білмейсің. И бұны жүрекке қатты қабылдамада оқытып жүре бер.
отождествляться етпе деп отырмын ғой, просто өмір сүр. Иә, түсіндім. Өмір сен арқылы өзі сүрсін. Енді тағы бір қызық сұрақ болған екен, қараңыз. Бұл не тағы дейді. Мен үшін бір сектаның есі шығып тұрған сияқты дейді. Біздің осы сіздің айтып жүрген ояну бағытыңызды сектаның есі Мен шығып артымнан ерудің қажеті жоқ. Мен өз тәжірибеммен бөлісіп жатырмын. Мен бір секта орден құрайын деп жатқан жоқпын, немесе бір бағыт құрайын деп жатқан жоқпын. Маған сенудің қажеті жоқ, ізденіңдер, жүректеріңді сезініңдер деген келіп тұр. И кез келген бұл бұндай хейт комментариялар деймін ғой, жаман комментариялар, бұл мен туралы емес. Бұл адамның өзі туралы, өзінің айнасын мағына көрсетіп отыр. Өйткені әр адамның өзінің шындығы бар. Осы әлемге деген, өмірге деген өзінің құрастырылған көзқарасы бар, дұрыс па? Сол көзқарасын ол бәріне ілгісі келеді да. Ол солай көріп тұр, не істейсің енді, сондай адам ол. Бірақ ол ойлап тұр, мен туралы айтып жатырмын деп. Ол өз туралы айтып жатыр. Мен сезіну керек, мен түсінуге болмайды, түсіне алмайсыңдар деп жатырмын. Мен жоқпын. Ол енді сезіну, түсіну деген жайлы, енді мен өзім сезініп тұрмын, түсініп тұрмын деп айта алмаймын. Себебі бұл жерде тек сіздің алдыңызға тек жан алып келеді ғой. Бағана сіз айтып кеткен маскаларды, иллюзияларды жан көтеруден шаршаған себептен. Дұрыс түсіндім ме сізді? Дұрыс түсіндім, иә, шаршап кетті қазір бәрі. Өздері түсіндіре алмай жатыр, бірақ адамдар ше, не болып кетті деп жатыр. Бір дұғаларды қабыл болмай жатыр. Бұрын қабыл болатын еді, қазір шектеу заңы түсті, вообще қазір 2030-31 жылдарға дейін максимально иллюзиядан шығарады. Бұрын ана инстаграмда жүруші едің ғой, бүйтіп өзіңді көрсетіп, былай, атак ішкі дүниең ондай емес қой сенің. Саған Құдайдың өзі айтып жатыр, шешейін маскаңды деп жатыр. Эгоның артына әбден құл болып кеттің ғой дейді. Осы жерде менің түсінгенім бойынша, жаңа айтып жатсыз инстаграм желісінде өзін көрсету. Демек, эго өзіне адамның келбетіне определенный бір масканы кигіздіреді, адам сол қалыппен өмір сүріп бастайды. Сол масканы шешетін уақыт келді деп тұрсыз ғой. Әрине, шынайы өзің бол, болмысың болсын, болды. Жақсы көр, адамзатты бөлме. Қара барлық болып жатқан өмір болды, бәрі ойын бұл негізі. Жай ойын ғана. Бұл серьезно қабылдауға болмайды, просто өмір сүру керек. Без планов, жоспарсыз, мақсатсыз, ештеме керек емес, оның бәрі эгоға керек. Мен қазір бүйтіп тастаймын, ана мақсатқа жетем, мына мақсатқа жетем деп. Мақсаттың соңы жоқ. Просто өмір сүр, болмыс осы. Жоспарсыз, мақсатсыз дейсіз. Бұл жерде қалай болады екен? Например, отбасың бар, я? Какие-то бір жауапкершіліктерің бар, өзіңнің қандай да бір кредит бар деген сияқты, жұмыс бар. Ол жағдайда қалай болады сонда? Оянғаннан кейін сонда ештеңе істемей жүресің бе сонда? Түсінбедім сізді. Бұл енді диванда жатып алу емес қой, мен айтып отырмын. Осыны сезінуге тырысшы. Просто өмір бар, өмір сүріп жатсың. Сен қаншалықты қазір тырысып жатсың да, ананы жетем, мынаны жетем, пландап жатсың, болып жатыр ма бәрі? Өмір өзінікін жасап жатыр просто. Сонымен потокпен бірге бол өмірде. Осы сәтте өмір сүр деп жатырмын. Семья бар, жұмыс бар, о жерде не істеймін дейді да, мен не істеймін, мен рольдамын. Үйге бардым ба, әкенің рөлі. Сахнаға шықтым, жас әкенің рөлін атқарам. Жұмысқа келдім ба, жақсы басшының рөлін атқарам. Сахнадамын. Бірақ менің фоновый состоянием арт жағымдағы өзімнің болмысым. Онымен страдать етпейді ешқайсы, күйінбейді. Потому что мен рольда екенін біліп тұрмын. Актер рөлін ойнайды да, қайтадан өзінің өміріне оралады ғой ол. Ол рольдің ішіне кіріп кетіп, ана жерде қайғырып, жылап, есікті ашпай, үйден құлтап алып шықпай қоймайды ғой. Ол рольді ойнайды, рольдан кейін қарапайым өзінің болмысымен әрі қарай өмір сүре береді. Болды. Быть в ролях, рольде болу, бірақ эмоциональды ішіне кірмеу. Сол рольге кіріп кетпеу, иә? Иә. Қазір кіріп кетті ғой, ойынның ішінде жүр қазір. Мен сол үшін айтам, наблюдатель, бақылаушыны ояту керек қазір. Шеттен қарай бастау керек мына ойында. Мынандай болып отыр екен ғой деп. Наблюдатель дейсіз. Наблюдатель деген менің білгенімше сіздің ол бір практикаларыңыз бір ғой. Иә? Біраз практикалар бар. Определенный адамның этапында жүргенін қарайсың, оның эгосын сезесің.
соған қатысты нелер бере бастайсың, практикалар ояну үшін. Енді қараңыз, бағана біз әлемдегі 15-20% адам оянса қалғанда не болады деген сұрақ қозғадық қой. Сонда ол адамдарды менің түсінігіме қазір келіп тұрғаны, ол адамдар матрицада жүрген адамдар деп қабылдаймыз ғой. Иә. Сонда мынандай түсінік пайда болуы мүмкін бе? Жұмақта, тозақта, осы өмірде деген. Жұмақта, тозақта, осы өмірде. Осы өмірде. Демек, тозақ деп отқаныңыз жаңағы... Қазір адам өзін өзі қиналып жатыр ғой, жаны тозақта жүр ол. Қазір источникке қайтпай ол перерождаться ете береді, соның өзі тозақ қой. Жан үшін сол перерождениенің өзі тозақ болып... Әрине. Пазлдар жауылып жатыр ма? Түсініп жатырмын. Себебі... Менен сұрайды, неге кішкентай балдар ауырып қалады, неге біреу аяғы жоқ болып туылады деген сияқты сұрақтар келеді ғой. Карма деген нәрсе бар. Сен өтемеген, осы әлемде өтемеген, жан өтемеген кармаларын келесі өмірде өтейді. Адам түсіндіре алмайды мына жерде. Сынақ қой дей салады, болды. Ешкімді сынап жатқан жоқ. Алла сіздерді тек жақсы көреді. Бәрін жақсы көреді. Аллада тек шартсыз махаббат. Оған ат та керек емес, 99 ат та керек емес. Аттың бәрі ограничение бар. Алла шексіз махаббат, болды. 99 ат демекші, осы жерде 99 атты өзімде өттім ғой. Енді сол 99 аттың бір атын 100 рет айтсаң мынандай нәрсеге кенелесің деген сияқты бір өмірімді жеңілдеткім келді десем де болады. Таңда тұрып дұғалар оқып, сол жайында не айтасыз? Мен өзім сіз айтқаннан кейін барып менде ой келді. Мен оказывается сол кезде Алламен келісім шартқа отырғым келіпті. Міне мен сенің қазір мына есіміңді 100 рет атап жатырмын. Сен маған бірдеме бер, иә? Алламен келісім шартқа отыра алмайсыңдар. Егер сен 99 атты айтқың келсе, мен айтып отырмын ғой, дұрыс бұрыс деген нәрсе жоқ. Бірақ шын жүректен айт. Жүрегіңді жұмсарт, жылап ал. Мойында болып, мен берілдім, мен ары қарай істей алмаймын, күшім жоқ деп. Сол кезде ол саған көмек береді. Бірақ ішіңнен сезін, аспанға қарап бір жерден іздеудің қажет жоқ, сезіну керек іштен. Бағанағы сіз айтып отырған өмірді сүр, өмірде бол деп отқан сөзіңіздің ар жағында демек Аллаға толықтай тапсыру болып тұр ғой. Әрине. Өміріңді. Сен бәрібір егін қазір қалыптастырам, мен бүйтіп берем деген нәрселер жұмыс істемейді қазір. Оны өздері сезіп жатыр қазір адамдар. Жүректеріңе қарап көріңдерші дегім келеді да қазір. Просто бәрін ұмытта, ойлардың бәрін алып тастап, просто жүрегіңе қарашы. Ештеме жұмыс істемей жатыр ғой. Қанша тырысып жатсың сен. Ауырып қаласыңдар ғой деймін да. Ауырып қаласыңдар. Ол бір жерден тесіп шығадан ол. Жіберіңдер деймін. Өзі өмір реттейді, жаймен реттеп қояды. Өзің таңғаласың, күтпеген жерден келе бастайды бәрі. Сен тырмыспаған кезде, жабыспаған кезде, маска, рольдардың бәрін шешесің ғой. Шынайы болмысыңды қабылдайсың. Өмір реттеп тастайды. Күтпе бірақ оны. Қазір мен оянып алам да деп. Ол да ега бұл жерде туған кейін андай рухани иллюзияға кіргізіп жіберуі мүмкін да. Қазір мен оянып алам. Мен сол жерде айтқым келеді көп адамдарға. Кім оянғысы келіп жатқан? Сұрақ қойыңдар. Кім оянғысы келіп? Иә, кім? Өткен бұл жерде бұл киіп жүрген масканы оятам деп ойлап отыр олар қазір. Киіп жүрген масканы оята алмайсың. Киіп жүрген личностьті, жеке тұлғаны, иллюзияда жүрген, соны оятып алам да қазір, қырып салам бәрін қайттан. Тура дінге салған модельді ұстанған там договорды. Қазір мен бүйтем, намаз оқимын, и маған ақша келеді. Ол материалдық жағдайды өз жерге аударуға болмайды ол. Аударамайды да қазір, аудартқызбайды. Духовный иллюзияға қазір кіргізбейді, екінші маска кигізбейді. Бірақ ары қарай айтқым келіп тұрған жоқ та не болатын. Мен енді просто кимеңдер. Бағанағы сөздеріңізге қарасам, масканы шешеді дейсіз. Бұл предел заңы сіздің бір рилстарыңыздан көргенмін.
2025 жылдың қаңтар айында түскен екен. Сол кезден бастап адамдардың маскалары шешіле бастайды дейді. Бұл предел заңы заманның ақырында түседі деген бір түсініктер болған. Есіме түсіп жатыр да жаймен. Сонда бір заманның ақырында кіші және үлкен белгілер деген болады. Қазір соның бәрін ойлап отырсам. Сол жерде мынандай бір ұғым бар екен. Заманның ақыры болған кезде көктен бір даджал келіп түседі дейді. Сол кезде Құдайын танығандар Алламен кетеді, Құдайын танымағандар даджалдың артынан кетеді дейді. Осы ұғымды маған түсіндіріп ашып беріңізші, себебі мен оны былай түсініп тұрмын. Тікелей түсініп тұрмын да, көктен бір жалғыз көзді бейне түсетіндей болып түсініп тұрмын да. Мен бұл бағытта ояну көзқарасымен айтатын болсақ, көптеген нәрселерді айтуға болады. Адамның қазір енді көп адамдар убежденияға кіріп кеткен ғой, өздерінің сеніміне. Осылай түседі, ақыр заман осылай болады деп. Олай болмайды ақыр заман. Олар ойлағандай. Даджал бұл эго ғой. Эгоның артына еріп кетті, болды ғой. Даджал бұл эго. Иә. Іштегі эго. Эго деген нәпсі де бар ол жерде. Гордыня, высокомерие, тәкаппарлық. Ол букет қой целый, роза гүл сияқты. Жапырақтарын бәрін өзіне алып алған. Өткен қазір қарайсында эгоны егер зерттейтін болсақ, ол керек негізі. Эгоны алып тастай алмайсың, бірақ екінші орынға тақтан түсіру керек та, центр болып алған. Любой кез келген нәрсеге анализбен қарайды. Өзін жоғары тұтады. Мынау не айтып жатыр, мынау не сөйлеп жатыр деп анализирует. Мынау не киіп алған, тойда отырса да, басқа жерде отырса да, эгосы сөйлеп отырады іште. Жайлап сыбырлап. Олар ойлайды, шайтан сөйлеп жатыр деп. Шайтан емес, ол өзің ғой. Ішіңде тұр. Даджалың да, шайтаның да бәрі. Сонда жаңағы Құдайын танығандар деген демек ұғым, ол оянған адамдар. Алласымен болады. Оянбағандар сол эгоның артынан кетеді. Эго дегеніміз сол, демек Құранда ол астарланып жазылып тұр ғой. Себебі менің түсінігім бойынша жаңа айтып кеттім ғой. Кішкене расшифровать етіп беріп жатырмын да мен мына жерде. Негізі сол прямом смысле түспейді да, қазір ойлайды ғой. Күн мына жақтан шығу керек деп ше, мысалы. Олында ол жерде де ұғым бар. Үйтіп шықпайды күн. Күн балдары деген туыла бастайды қазір. Дети солнца дейді. Дети солнца. Иә, созидающий балдар түсе бастайды қазір, туыла бастайды. Тоқтаңыз, дети солнца. Көздерінен от жанып тұрады. Олар измеренияны көреді сразу уже. Әлем қалай құрастырылғанын көріп тұрады, сезіп тұрады олар. Солар созидать етеді. Одан кейін Гог и Магог дейді ғой, мысалы, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям былай айтқан, мысалы. Яджуж, Маджуж түседі дейді ғой, мысалы. Иә, естуім бар. Қазір без души балдар туыла бастайды осы 2027-ден. Жаны болмайды олардың уже. Суық болады. Ол просто адамдар былай оқып жүр да, қазір аспаннан бір жерден солар Яджуж, Маджуж түседі. Күн мына жақтан шығады. Жоқ, ол өзіміздің іштен шығады қазір бәрі. Без души балалар дегеніңізді кішкене толығырақ аша аласыз ба? Оянбаған адамдардан сондай балдар туыла бастайды. Өзінің убеждениясына сеніп, өзінің эгосының артына тығылып алып, маскада өмір сүріп жатыр ғой, қазір шын болмысын айта алмайды. Болды, бір сенімге туннельный мышлениемен қарап алған, болды, басқа жақтан қарай алмайды. Вот солардан қазір именно сондай балдар туылады. Олар айтқанды істемейді. Олар үлкендерді, кішіні де құрметтемейді. Көзі суық болады олардың. Демек жаңағы сіз күн балалар дегеніңіз, сонда менің ұғымымда күн бастан шығады деген ұғымды мен действительно солай қабылдап жүрдім. Демек күн сол кезде батыстан шығып кетеді деген. Сонда бұл ұғымның астарында күн балалар өмірге келеді. Ол балаларды біз қалай көре аламыз, ажырата аламыз? Нұр шашып тұрады ғой. Олар басқаша болады, өзің білесің, сезесің. Бұл жерде айтып жатырмын ғой, бұл жерде бір дәлел, бірдеме керек емес, бұл жерде ақиқат бар, тек қана сезу керек, бұл жерде болды. Түсіндіре алмайсың, миымен түсіндіре алмайсың бұл. Никак. Күн балалар дегеніңіз менің ұғымыма қазір келіп тұр. Демек, оянған отбасында келетін күн балалар. Әрине. Дұрыс қой. Мейіріммен, махаббатпен, олар ешқандай бөліне алмайды, ешкімді, адамзатты бөле алмайды.
ұлтқа бөліне алмайды олар. Барлық адамзат бір екенін сезінеді. Ешқандай дінге де бөліне алмайды. Бәрі бір единый екенін түсінеді. Солай өмір сүреді махаббатпен. Аналар противоположный. Қирату үшін түседі. Без души деп жатырмын ғой, жансыз балдар. Суық болады, олар қирату үшін түседі. Бұл жерде анау жақсы, мынау жақсы деп бөлмейсің. Өмір өзі реттейді, баланс орнатады қазір. Сілкіп, Құдай өзі мен сендердің іштеріңдемін деген білдіреді сендерге бәрібір. Қазір уже білдіріп жатыр. Қазір адамдар сезініп жатыр, бір пустота, ештеме жетпейді. Өзі түсіндіре алмай жатыр қазір не болып жатқанын. Бірақ сезіп жатыр, уақытта басқашалап жұмыс істеп жатыр. Бүкіл сен сеніп келген, осы уақытқа дейін сеніп келген сенімдерің бәрі трещина беріп жіберді қазір. Енді қараңызшы, осы орайда менде мынандай сұрақ туындап тұр. Егер мен толықтай оянып, оянбаған адамға тұрмысқа шығу мүмкін бе? Егер ол адамға тұрмысқа шығып жатсам, сонда менің балам, болашақ балам дейік, без души болып туылатын болып тұр ғой. Дұрыс түсіндім бе? Дұрыс. Без души болып туылуы да мүмкін. Дети солнца болып туылуы да мүмкін. Енді мынандай көзқараспен қарайық. Сен енді оянған адам, оянбаған адамға тұрмысқа шығатын болса, оның полюсы жұмыс істейді ғой. Егер сен рухани иллюзияға кіріп алып, өтірік ояндым деп не қылсаң, енді ол оянбайды ол. Егер шынайы оянсаң, сен полияң жұмыс істеп, сенің күйеуің де оянып алады. И сонда сендерде дети солнца туылады. Рухани иллюзияға кіріп алып дейсіз. Мен оны қалай ажыратамын мен өзімнің? Сен ажырата алмайсың оны, полия ажыратады, болды. Оянған адам мен ояндым деп айта алмайды. Оны сезе бастайды басқа адамдар, болды. Мә сіздің қасыңызда тыныштық орнатып отырмын дейді, болды. Осылай ғана ажыратасың ол жерде. Сұрағым жоғалып кетті дейді, түсінбей отырмын дейді. Демек мен оянып қандай да бір этапқа жеткен кезде, оны мен емес, менің айналамдағылар сезетін болып тұр ғой. Әрине. Мен ояндым дегенде кім сөйлеп жатыр қазір ішінде? Сөйтіп айтып жүр қазір, мен ояндым дейді. Кто говорит? Егам айтып тұр ғой, мен оянып алдым деп, сонда, Өзіңе дәлелдеме, ояндың ба, оянбадың ба. Басқалар дәлелдесін. Просто өзің тыныш болып қалады, өмір сүргің келеді, ешқандай бір бөлмейсің уже. Тыныштық, пустота бір пайда болады. Көп адамдар қазір оянып жатыр. Мен оны сезіп жатырмын, көп адамдар оянып жатыр. Бірақ оянған кезде мынандай моменттер бар да, сенің ескі версияң кетті, болды. Бірақ жаңа версия әлі құрастырылған жоқ. Осы этап ең қиын этап. Жаңа версия әлі құрылған жоқ. И осы жерде бір эйфория кеп, адам бір құлшынады да, и духовный маска киіп алу мүмкін. Осы жерде байқау керек. Осы периодта. Оқты, мен ояндым дейді да қазір. И сонымен кетті. Себебі ол жерде... Солар секта аша бастайды. Неге бұл суфилар көптеген бұғын өте мұқият болыңдар дейді да, бұл жаққа келген кезде. Мистика ғой өткен бұл жерде. Өте мұқият болыңдар дейді. Осы жерде уже адам артынан ергізіп, менке дұрыс, басқалардың бәрі дұрыс емес деп айтып жатыр ма? Бір ордендар құрып, культ личностьқа айналып жатыр ма? Ол дұрыс емес уже. Ол оянбаған. Ол уже духовный иллюзияға кіріп, өзінің артынан ергізіп баратыр уже адамдарды. Бұл жерде ергізу жоқ, сол үшін ғой мен айтамын, мен тек қана жол көрсетушімін. Мен жоқпын вообще. Кім оянғысы келеді, оянсын, пожалуйста. Оянғысы келмесе, ол өзінің жолы, дальше ойын ойнасын, болды. Спасательствомен де айналыспаймын мен қазір. Құтқармаймын ешкімді. Құласын деймін, до конца құласын. Сол кезде оянады да ол. Эгосы сынады. Спасательство демекші, мен мына сұрақты қойып үлгермей жатырмын, бірақ сіз оған уже маған бір жауап беріп жатқандайсыз. Қараңыз, мынандай сұрақ келіп тұр. Жаңа айтып жатсыз ғой, егер сен толықтай оянып, бір демек нақты бір этапқа жеткен кезде сенің айналаң сезе бастайды дейсіз. Енді менің айналам ол жерде менің жақын туыстарым демек. Үйдегі адамдарым, бауырларым, ағайындарым деген сияқты, Енді мен білем ғой, біліп сезіп жүремін. Оянған сезімі қандай екен. Сол кезде осындай жағдайда
мен өзімнің анамды немесе жаңағы бауырымды, туысқанымды оянуға шақыра аламын ба? Жоқ, оянған адам оянбаған адамға никогда айтпайды сен оянбағансың деп. Оянған, нағыз оянған адам, шынайы оянған адам, ол бөле алмайды адамдарды. Ол ішіндегі светті көріп тұрады, жарықты, истокты. Мына масканың ар жағындағы истокты көріп тұрады. Ол біледі өзінің ішіндегі бір болмыс, исток, оның ішінде де бар. И ол нравоучение жасай алмайды. Оянуда ондай жоқ, зорлау дегенше. Давай, сен кір, бүйт, сенке дұрыс емес. Ол уже сен рухани иллюзияға кіріп алған деген сөз. Сендер оянбағансыңдар, сендер бүйткесіңдер. Жоқ, оянған адам сразу қарайды. Бұл әлі өзінің жолын өтемеген. Түсінбейді бұл, мен айтсам да қазір. Определенный жолға өту керек, до конца тірелу керек. Сол кезде оянады. Немесе вообще оянбай кетеді. Жоқ, тірелу керек дегенде енді ол менің жақын бауырыма қатысты болып тұрса мысалға. Мен ол жағдайда не істей аламын? Просто қарап тұра беремін бе? Қарайсың, ол өмір бар, араласпайсың. Өзі сұрап келмегенше. Қиналғанын көріп тұрсам да. Көріп тұрсаң да қиналсын, дальше қиналсын, страдать етсін. Сол кезде оны эгосы трескаться етеді. Эго деген не дедім? Шешім қабылдау аппараты болып тұр сол уақытта. Демек мен ол адамды оңайшылықпен эго берілмейді. Оны тақтан түсіру оңай емес. Даджал деп айттық қой оны. Я, получается, мен сонда қазір бауырыма барып айтатын болсам да, ол маған сенбеуі мүмкін ғой. Әрине, сен спасательствомен алып кетесің. Тықпаламайсың, ол жүрекпен сезініп келу керек. Қазір мысалы маған келіп жатыр ғой, оларға ештеме түсіндірудің қажет жоқ, мен түсіндірмеймін да. Олар уже сезіп тұр. Мен сөйлеп жатқан сөзімді, олар мимен түсініп жатқан жоқ, сезіп жатыр. Милар түсіндіре алмайды оны. Ой түсіндіре алмайды оны, ақыл түсіндіре алмайды. Просто сезіп келіп жатыр. Дайында уже, жан сезіп келіп жатыр. Отыра бергісі келеді, сұрағысы келеді, тынышталғысы келеді. Иллюзия, ойында жүрген бәрі сезіп жүр уже. Қалай шығамын деп жатыр. Өмір бойы сезікпеген деп айтсам шатаспаймын. Өмір бойы. Просто айтатын адам болмады, жол көрсетуші, проводник дейді ғой. Мен де ұстазым, мысалы мен 2018-ден бері келген. Мен ұстазым, бір көргенде мен сезіндім болды. Сразу сезіндім да. Менің ішіндегі бір пазлдар жабыла салды ғой, сұрақтардың жауабы. Осы дедім мен, болды. Мен анализда жасаған жоқ. Осы точка екен ғой деп. Именно осы точка екен. Бұл соңғы остановка, ары қарай уже сен ештемен оқудың да қажет жоқ, бұл тоқтайсың осы жерге. Я, оны мен сезіп білем десем де болады, себебі мен ютубтағы комментарийлардың бәрін қарап шықтым ғой, бағана айтқанымдай 99.9% бәрі прямо керемет жазған, кейбірлері даже бұлай жазған, тыңдай бергім келеді дейді. Сонда олар менің түсіндігімше жанның азығын алып жатыр ғой сол подкасттан. Әрине, айттым ғой Лайла, мен жоқпын қазір. Суфизмде фана дейді ғой, я растворился как личность. Бұны осы өлімде өлу деп атайды. Бұл как физический өлім емес, эгоның екінші орынға өтуі. Чисто таза сознание қалады, болды. Осы өмірде өлу дегеніміз смерть при жизни. Иә. Бірақ физический емес. Демек сіздің эгоңыз толықтай жұқарып, растворениеге кеткен, сол осы өмірде өлу деп аталып тұр ғой. Иә, эго екінші орынға түседі, сен осознанно өмір сүре бастайсың, болды. Здесь и сейчас деп жатыр ғой, көп ғылымдар айтады ғой, живи моменте дейді. Бірақ моментті түсінбейді да олар. Қазір мен сезінші Лейла екеуміз сөйлесіп отырған, бәрі мен көріп отырған адамдар бәрі сезсінші осы моментте. Уақыт бар ма бұл жерде? Бұл жерде уақыт жоқ. Өткен шақ пен болашақ бар ма бұл жерде? Жоқ. Көрдің бе, осы Құдайдың аумағы, территориясы. Здесь и сейчас. Осыны сезіну керек. Уақыт жоқ. Бұл жерде вечное сейчас. Постоянно мен осылай өмір сүремін. Постоянно сейчас. Бола береді.
момент, осы сәт. Қазір мен подкаст түсіріп шығам, машинаға отырам, осы сәт. Үйге барам, осы сәт. Уақыт жоқ бұл жерде вообще. Вечное сейчас. Сезіндің бе? Сонда бұл дегеніңіз вечное сейчас деп тұрғаныңыз, сіз ештеңені жоспарламайтын болып тұрсыз ғой? Иә, моменттесің, болды. Өмір сүреді сен арқылы, өзін өзі өмір сүреді. И Құдай сен арқылы осы өмірді таниды уже. Өзін өмір сүреді. Вот Құдайдың замысылы қандай. Сол үшін екен ғой, саяхаттаңдар, шығыңдар, көріңдер, ел көріңдер, жер көріңдер деп жатады. Бар әулиеге. Любой жерге бар. Әулиеге бар, Антарктидаға бар, басқа жаққа бар. Бірақ бір сенімді іздеп бармады, просто көру үшін бар. Өмір бар, көрейінші қандай. Өмір сүр, көр, қара, күл. Бәрі махаббат болды. Страдать етпе, анан көмек берші маған деп, ана әулиеге, мына әулиеге. Болды қойсаңдаршы деймін да уже. 90-шы жылдарда әулие. Небір әулиелер шығып кетті ғой. Қамшымен ұрып сабап, әйелдерін екі қабат қылып қолдарына ұстатып берген әулиелер бар. Болды ғой, тоқтасаңдаршы деймін да. Іштеріңе үңіліңдер, қараңдар, бәрі іштеріңде. Сұрақтардың жауабы да ішіңде, тыныштықта ішіңде. Образдардан шығыңдар, өздеріне құрбаған образдар қазір трещина беріп отыр ғой. Блин, ауырып қаласыңдар деймін мен қазір. Көтере алмайсыңдар сендер оны. Шектеу заңы түсіп отыр қазір. Шектеу заңы түседі, білесіздер ме қай кезде? Адамдар Алланы өзінің бір жаман іс-әрекеттеріне, жаман пиғылдарына Алланы қоса бастайды. Аллахам клянусь деп алдай бастайды. Соны іске асыру үшін соны жамыла бастайды, дінді жамыла бастайды. Сол кезде осындай заңдар түсіп, баланс орнатады әлемде. Бұл Алланың өзі емес қой орнатып отқан. Жүйе құрып қойған ғой, болды ғой. Ол араласпайды да, жүйе жұмыс істеп жатыр, болды. Четкий жүйе бар, система бар. Божественная система дейді. Сен қазір маска киіп, руханимен, осындаймын деп. Бірақ жалғыз қалғаныңда байқашы не істеп жатқаныңды. Не ойлап жатқаныңды. Сол кезде сезесің. Действительно сен ояндың ба, немесе рухани иллюзияда жүрсің ба. Жалғыз қалғанда бір өзің. Божественный системаны алдап өте алмайсың қазір. Сол Алланың құрып қойған заңдылықтары дейсіз. Сол туралы кішкене тоқталып кетсеңізші, мен түсінбей тұрмын. Ол отырамыз қазір екеуміз мына жерде. Көп ол заңдылықтар. Оны мен антитренингта, ретритта шет жағасын айтып кетемін. Бір сөздеріңізді естіп қалғанмын, бір заңдылықты айтқансыз, қазір популярны болып кетті ғой, шүкіршілік дәптерін жазу, Аллаға шүкіршілік айту деген. Ол жұмыс істемейді ғой, ішің бәрі күйіп жатсын, шүкіршіліктің өзін доғырға қойып алғансың. Қазір мен 1000 рет шүкіршілік айтсам, маған қазір не келеді деп, бір рызық келеді, немесе бір нәрсе береді деп. Олай емес, шүкіршілікті всегда былай айту керек. Қара өміріңе, жақсылап сезін өміріңді. Жақсы жақтарын қара, жаман жақтарын қара, ақтар бейт, шұқала өмірді. И сезін, действительно шүкір ма бұл. И благодари шын сезіммен бүйтіп отырды, жылады, мә шүкір етем де. Осыған шүкір ет. Анау бірдеме, вечно договор қылып алды да қазір. Личностьқа керек қой, суицид, нумерология, рейк, прана, бәрі, космоэнергетика, бәрі личностьқа керек. Бір маскаларын жамайын деп жатыр да. Мен айтам, бұл жерде оянуда маска шешу. Оянуда бұл өзінің қазір киіп жүрген маскасын ояту емес. Солай ойлап отыр да қазір өзінің жеке тұлғасын. Жоқ, оны тастау, бәрін жіберу, Аллаға тапсыру бәрін болды. Просто өмір сүру. Күліп, азанда шығасында өмір сүре бастайсың, болды. Іштеме. Болмайтын бір әрекеттер жасай бер, болды. Күлді, өзің түсінбей қаласың, қалай бәрі реттеліп қалған. Мен өзім басынан өткенін айтып отырмын. Бизнесте жасадым, ананда жасап көрдім, мынанда жасап көрдім. Бәрі құлады, әшейін құлай салды. Одан дәлші тұрмыстым. Ұстап қалам деп, егәше, мүмкін емес, елдер не дейді қазір, анау не дейді деген сияқты. Мен де өттім ғой барлық этаптан. Сол кезде өзіме бір ауру еще, на придачу тауып алдым. Қазір Құдайға шүкір, бәрі реттеліп қалды уже. Сол сіздің жаңағы шүкіршілік дегенде
күлкім келіп отыр да, өзімді көріп отырмын. Себебі енді ол жерде мен де болдым ғой, мен де толтырдым шүкіршілік. Сонда менде мынандай ощущение болатын. Қазір мен бүгіндікке 50 шүкіршілік толтырып қоямын. И ожидание. Қазір менің өмірім өзгеріп бастайды деген сияқты. Сонда бұл да бір кішігірім келісім шарт екен ғой Алламен получается. Әрине, ожидать етпеңдерден. Ждунды алып тастаңдаршы. Кім ол ждун іштеріндегі? Ждун деген біреу отыр да ждать ете береді. Хачунчик кім ол біреу? Постоянно я это хочу, я то хочу. Мен мынаны қалаймын деп отыр. Алып тастаңдар хачунчикті, ждунды, искательді іште қазір. Я пробужусь деп. Кім іздеп отыр қазір? Алып тастаңдар, былай оянасыңдар әшейін. Бәрін тапсырсаңдаршы, бұл полный тапсыру, тотальная сдача дейді бұл. Бұл жерде масканы ремонттап, қайттан киіп алу емес, полный шешу, тапсыру, берілу. Сол кезде бәрі реттеледі. Эго берілгісі келмейді ғой. Қалай күн көрем онда қазір деп ойлап отыр. Менде де болды ол. Қалай кредит, қалай төленеді сонда деп. До того уже сенбей қалғансың ғой ше, Аллаға ше. Сенамайсың ғой уже. Просто өзін успокоить етеді маскасын. Значит, солай болу керек болды ғой деп. Мені, значит, сынап жатыр ғой деп. Сынап жатқан жоқ, жандарым ау. Сендерді қазір жақсы көреді, сүйеді. Алланың системасы демекші, ішінде резонанс деген заң бар. Подобное притягивает подобное. Резонанс заңы қалай жұмыс істейді, мен сіздерге түсіндіріп кетейін қазір. Ол адамның тұрақты келіп кететін емес, тұрақты устойчивый состояниясын отзеркаливать етеді, айнамен қайтарады. Сен мың рет мына жерде аффирмация, визуализация, манифестация бәрін айтып отырсын, армандар картасын бәрін іліп қойдың. Бірақ ішіңдегі тұрақты, устойчивый сенің жағдайың қандай болып тұр? Бытшыт болып тұр ғой бәрі іште, өтірік. Деп миллионер боламын деп алсын, сен бүйтіп алсын, сөйтіп алсын, тырмысып алсын, эго ше. Қазір бүйтеміз, сөйтеміз, бірақ ішің жылап жатыр. Ішіңде конфликт бар сенің. Осы устойчивый состояние адамның кез келген өмірімен сәйкес қазір. Ешкім сені наказывать етіп жатқан жоқ. Қазір просто қара өзіңнің. Любой көрермендер қазір мені тыңдап отырған адамдар қарасын. Ішкі состояниесімен өмірі сәйкес па? Тұрақты состояниесімен. Сәйкес. Бәрінде сәйкес. Бәрінде сәйкес. Сол жаңағы айтып отырған тұрақты состояние дейсіз, мен қазір сол бұл жерде де өзімді көріп отырмын. Себебі мен де Джо Диспензаның медитацияларын жасадым ғой. Ол медитацияда жаңағы 14 күн мынандай кейіпте боласың, 14 күн мынандай, жаңағы болашаққа кетесің ғой енді демек. Бұл жерде де Аллаға сенім жоқ екен. Сонда ертең ақшасыз қалып қалам, аштан қалып қалам деген қорқынышпен жаңағы медитацияға түскен. Сонда менің ішкі күйім тұрақсыз, бірақ вселенныйға мен сол күйді резонировать етіп жатырмын. Дұрыс түсіндім ғой, иә? Джо Диспенза определенный уақытта ол да көмек берді ғой адамдарға. Әр ойынға тою керек деп айтатын осы ғой. Психологтар да определенный бір этапта адамдарға көмек беріп жатыр, созидать етіп жатыр. Бірақ психологтар қазір оянып алса ше, мощная энергия болады, ол двойной жұмыс істейді, ол 10-кратно өседі оның нелері, қасиеттері, мощный көмек береді. Өйткені психология деген это душология ғой, жалпы жанмен жұмыс істейтін адамдар ғой, именно солар. Трансперсоналдық бағытта. Көрдіңдер ме? Сол үшін Джо Диспенза қай кезде жұмыс істемей бастайды? Потому что он уводит адамдарды здесь и сейчас-тан. Соны сезіне бастадым мен бір күн қараймын, постоянно аффирмацияда отырдым да. Сезе бастадым. Бірақ қазіргі состояние онша емес. Иә. И мен былай ойлап кетіппін да, где-то там маған жақсы болашақта бір қайтан иллюзияға кіріп кеткен ғой. Қазір онша емес. Алдауда қайттан маска. Определенный этапта Джо Диспензаны оқыдым, Вадим Зеландты да оқыдым. Одан да өттім ғой. Айтып отырмын ғой, мен барлық перспективадан өтіп тастағанмын уже. Одан кейін барып оянуға келдім. Алтай Серікбайды тыңдай бастадым. Сол кісі көмек беріп жіберді маған, жол көрсетіп жіберді негізі оянып. Оянудың жолында да духовный иллюзияға бір кіріп шықтым мен. Бір қарап отырмын да Эдхард Толле, Роберт Адамс, Рамана Махарши, Клэр Гривис, Кен Уэлбер, дальше кетіп баратырмын да. Қарасам, цельге айналдырып алыппын да оянуды, эго көрдің бе? Қазір оянып аламыз да бүйтеміз деп, духовный иллюзияға кіріп алам. Содан тоқтады дедім. Просто өмір сүрші.
Алтайдан сұрадым мен, осындай кіріп кеттім мен, не істеймін ары қарай. Тоқта деді, сен барсың ғой, жай өмір сүрші деді. Сөйтіп тоқтаттым, бәрін іздеу бәрін компьютерді жаптым, кітаптарымды қойдым и өмір сүре бастадым моментте. Күтпеген жерде мен уже ояну былай тұрсын, дальше анау просветление этапынан өтіп кеттім. Бәрі жоғалды ішімде. Өлім сезінгенде сезінесің просветленияда. Мистическая ночь души дейді ғой, мистика ол жерде. Сол үшін ол жерде проводник керек негізі. Жол көрсетіп жіберетін. Қиналып қалады ол адам. Жаңа сіз психологтар жайлап жатсыз ғой, егер оянып, толықтай оянып бір нақты этапқа келген кезде бойында бір қасиеттер ашылады деп. Сонда бұл адамның бойындағы бір өзінің ерекшелігі болып тұр ғой. Сол оянған кезде сол ерекшелігі қатты жұмыс жасап бастайды. Дұрыс қой, иә? Әулиелік дегеніміз осы болып тұр ма сонда? Иә, Алла әр адам ішіне бір күшті энергиялар беріп қойған, фоновый ше. Сол энергиямен ол жұмыс істеу керек негізі. Осы энергиямен жұмыс істемеген кезде өзінің болмысын қабылдамай басқа әке-шешесі бір направление тығып қояды ғой балаға. Сен бухгалтер боласың деп. Оған бірақ ұнамайды, жаны қиналып жатыр. Бірақ амал жоқ, әке-шешем айтты ғой деп жұмыс істеп жүр. Ауырасың сен, карма жібін байлап тастайсың. Сол үшін фоновый энергиямен жұмыс істеу керек. Определенный адам, определенный кодпен туылғанда, определенный энергиямен туылған. Біреу жақсы врач болу керек. Өзінің энергиясын тапқан адам әшейін кетеді ғой. Тез көтеріліп кетеді. Скриптонит мысалы. Қазақстаннан шықты. Иә. Иманбек мысалы, Димаш Құдайберген. Энергиясымен жүрген адамдар да әшейін. Өзін жақсы көрген нәрсесі энергиясымен жүр. И бәріміз шеттен қарап отырмыз да, білем, бұл осылай туылған ғой деп айтып отырмыз. Сен де солай туылғансың, просто өзің энергияны тауымай жүрсің. Бір не обязательно бұл жерде ән салып, сурет салып кетуші. Жоқ, біреу өлең жазады, біреу композитор болады, біреу врач болады, біреу мықты кәсіпкер болады, біреу мұғалім болады. Мұғалімдер де өзінің жұмысын жақсы сүйсініп атқаратын болса, олар да балдар оны бірден түсінеді, оны жақсы көреді барлық балдар. Олармен күреспейді ол жерде мұғалім. Өз поток энергиясымен кете береді. Біреулер повар. Байқайсың ба, бір адамдар бар ғой, үйге келген кезде, дәмді болды ма тамақ? Қалай болды деп сен отзывыңды күтіп тұрады ше, бір жеңгелер бар ғой. Қарап отырасың да, дәмді деген кезде жаны тынышталады. Душой подходить деген сол, жанымен кіріседі да жұмысқа. Қазір сенің істеп жатқан жұмысың сенікі ма, сенікі емес па екен, бір практика берем да қазір. Немесе болашақта таңдайтын сен салаң сенікі емес па, сенікі ма білу үшін осы практиканы қолданыңдар, иә. Мысалы, бірінші сенің істеп жатқан жұмысың саған жаныңа ұнайтын бағыт болу керек. Бірінші, жаныңа ұнайтын. Егер сен қазір ертең жұмыс істеп қиналып, мазаланып кетіп баратсың, ол сенің бағытың емес. Адам 24 сағат шаршамай жұмыс істейтіндей бағыт болу керек. Сүйіп, жақсы көресің. Сен даже оған өзің ақша қоюға дайынсың да, ол направленияға. Сондай болу керек. Екінші, сондай нәрсе беру керек сен бағытың. Екінші, әрине бұл умственный. Сен егер қазіргі істеп жатқан жұмысың сен бір жаңа бір нәрселерді үйретпей жатса, умственный сен бір жаңа бір нәрселерді үйренбей жатсаң, деградацияға кетіп жатсың деген сөз. Всегда сондай болу керек сен таңдайтын бағыттарың. Дамып отыратын бағыт болу керек. Үшінші, рухани. Рухани дегенде мен былай түсіндірем. Сенің артыңнан ризашылық айтатындай болу керек. Сен істеп бердің, біреудің машинасын жөндеп бердің, ол кетіп қалған, ол сен бетіңе айтпаса да, анау бір күні барды бір естуға, сол жерін жөндететін десе байқады, мен от души жөндеп берген да, и саған іштен айтып тұр да, мынау бір мастер жөндеп беріп еді, 2 жыл жүрдім ғомна мен, молодец екен деп ше. Рухани деген сондай, артыңнан алғыс алатындай бағыттар болу керек. Сол кезде созидать ете бастайсың, энергия дұрыс жұмыс істей бастайды. Бәріміз бір негізі адамзат бәрі единый ғой, бір-біріне себепкер болу керек та. Синергия болады бұлай. Кете бастайды.
жақсы іске аса бастайды. И ең соңғы әрине ақша, материалдық. Материалдық сен жақсы өмір сүруіңе материалдық дұрыс болу керек та, жеткілікті болу керек деп айтамын. Бірақ оған ол побочный эффект қой негізі ақша. Мына алғашқы үшеуін ұстансаң, анау ақша өзімен өзі келеді да. Жағы үшіншіңізге тоқталып кетсем, Алла ісіне береке беріп қойыпты, немесе бір істі бастаған екен атып кетті деп жетады ғой адамдар. Ол осы бағыт болып тұр ғой. Әрине адамдардан алғыс ала берсең, сен жұмысың тек өрлей береді ғой. Махаббатпен беріліп жұмыс істеп жатқаннан кейін. Бұл жерде енді Иманбектің жағдайы тікелей дәлел болып тұр ғой. Иманбек, если қателеспесем, ол кісі теміржолшы болып жұмыс жасап жүріп осы бағытқа түсіп кетті ғой, мысалға. Аяқ астынан сақ еткізді, өзінің энергиясымен, жақсы көретін жұмысымен айналысты да осындай неге түсті. И жақында бір Қазақстаннан бір жігіт атын есімнен шығып тұр, мұғалім болған екен да. И мұғалімдіктен шығып, өзі андай тревел блогер дейді ғой. Әлі Қазақстанның мықты туристік жерлерін түсіре бастайды да. Сол әлемдік бірінші орынды жеңіп алыпты да. Вот энергиясы қандай, өзін жақсы көретін сүйікті жұмысы. Энергиясы. Бірақ шығардан. Ол күткен де жоқ. Мен әлемдік бірінші орын болам, тревел блогер сондай болам деп, ол даже ожидать еткен де жоқ. Просто өзінің сүйікті ісімен айналыса бастады, бірақ шығарып жіберді оны. Өзі түсінбей қалды. Вот сол үшін айтқым келетін, эганың тізбегіне, күрчоғына ілініп қалмаңдар, шығыңдар. Шешіңдер масканы, өздерің жақсы көретін іс әрекеттермен жасаңдар жұмыста. Бәрі жақсы болады. Сеніңдер. Ал енді келесі сұраққа тоқталып кетсек, мен бағана өзім айтқанымдай кішкене сұрақтар дайындадым ғой, себебі сіздің полеңізде шынымен де сұрақтар жоғалып кетіп жатыр. Менде сұрақ бітіп қалып жатыр да. Сол орайда мысалға маған қызық болып тұрғаны, қазіргі этапта мысалға оянуға келетін адамдардың жас қатары қызық болып тұр. Қандай жастағы адамдар көбірек оянуға келеді? Жастар және 50-ден асқандар өмірін сүріп салады, біраз көрді, қанша жетем деген нәрселеріне жетпеді, өмір бәрі өзінкен жасап атқанын сезінді олар. Солар тез оянады. Мынау рухани убежденияға кіріп кеткендер қиын оянады. Өткені рухани убежденияның өзі қай жақта тұрады? Түп санада тұрады, подсознанияда. Подсознанияның бір нәрсесі бар да, ол көзге көрініп жұмыс істемейді, ол автоматтық түрде жұмыс істейді. Сен мысалы бір намазды қаза қойдың ба, сен уже қандай состояние жібересің? Білен, енді қазір бір жолым болмай қалатын шығар деген бір сезім келеді, өзің байқамайсың оны. Іште тұрады, көрдің бе қалай тығылып тұрады. Сол состояниені шақырады. Немесе маған қазір бір нәрсе, жаман нәрсе болуы мүмкін деп өз шақырып алады адам. Осы ғой рухани убежденияда ортаңғы жастағылар қиын келеді оянуға. Оларда эго қатты қалыптасып қалған, ол еще придачу подсознанияда сондай рухани убеждениялар толып қалған. Қиын да оларды ояту ше. Ортаңғы жас дегеніміз жаңағы 25 пен 45-тің аралығы болып тұр ғой. Негізі Сара Алпысовна мынау ояну темасын бар ғой, Назарбаева. Саламат Сарсекеновпен кезінде Қазақстанға самопознание деп енгізбекші болған негізі. Бірақ ояну деп айтпағанда адамдардың мышлениясын, рациональный мышление дейміз, критический мышлениясын, то есть туннельный мышлениядан балдарды шығарып, ситуацияға жан-жақты қыламыз деген бір проект болған негізі. Даже мектепке енгізген оны. Самопознание, өз-өзін тану деген сабақтар. Бірақ олар мынандай проблемамен кездесті да, ол сабақты жүргізетін адамдар болған жоқ, мұғалімдер. Дұрыс түсіндіретін. Философиялық жақпен, мистикалық жақпен көзқарасты оятатын мұғалімдер дайын болған жоқ. Содан кейін ол проект жабылып қалды. Негізі ол проектінің мақсаты өзі сондай болған. Адамдар жан-жақтан қарап үйренсін деп. Бір убежденияға той болмай, осылай болу керек, болды. Кім айтқан? Атам айтқан, болды. Самопознание деген сабағыңыз есіме түсіп отыр, өзін-өзі тану деген сабақ қой, бұрын бізде кітап болды ғой. Сол ояну қазір, бірінші этап ояну қазір. Өзін-өзін қарау, ішіне қарау, ситуацияға басқа жақтан қарап,
үйренүү, тек бір нәрсе бір бағытта қарай бермей, болды осылай айтқан осылай болу керек. Неге олай болу керек деп сұрақ қою, неге былай болмау деп, сөйтіп дамиды ғой адамзат. Басқа Европа мемлекеттерін алып қараңдар, бәрі солай дамып жатыр. Оларды сен қазір Европада бір нәрсеге осылай болу керек деп тыға алмайсың. Олар неге олай болу керек деп сұрақ қояды. Неге мен бұған сенуім керекпін? Сөйтеді де ананы зерттеп көреді, мынаны зерттеп көреді, сөйтіп ашылады адам. Дамиды, мемлекет дамиды. Өзін өзі тану деген пән қазір мен есіме түсіп отыр да, бірақ ол кезде бізге, мен сізге қазір айтып кетейін осы жерде, осы маманға арналған білікті маман берген жоқ қой. Бұл жерде мен есіме түссе, қателеспесем, ән күй сабағының немесе дене шынықтыру сабағының мұғалімдер беріп жүрді ғой осы бізге өзін өзі тануды. Еске түсіп отыр ма? Ән күйден беретін ағай осы темаларды айтып жүрді. Ол түсіндіре алмады ғой балаларға, түсіндіре алмайды ғой. Енді мен осы ояну тақырыбын былай шет жағасын бәрін жақсылап зерттедім ғой. Сол кезде жаңағы сіз айтқан сөзіңіз дәлел болып тұр. Европа мемлекеттерінің халқы 90%-ға даже оянып кеткен десем де қателеспейтін шығармын. Себебі ол жақта уақыттың өзі басқаша жұмыс жасайды деп естідім мен. Себебі ол адамдарда бір определенный убеждениеге сену деген жоқ. Көздері ашық. Просто оны адамдар дамып кеткен деп көзқараспен қарамада. Мемлекеттің өзі қандай дамып жатыр, солай қала. Жаңа не шығарып жатыр, қандай заводтар ашылып жатыр, қандай производстволар іске қосылып жатыр, не ойлап тапты, қандай машина шығарып жатыр, компьютер шығарып жатыр. Сол жағынан қарасаң уже болады. Демек, мемлекет дамып жатыр. Жаңа сіз убеждение туралы бір тоқталып кеттіңіз, сонда мынандай бір сұрақ түсіп тұр. Біздің халықтың көпшілігінің кезігетін убеждениесі деп айтсам да болады. Ол былай екен: егер мен қазір намаз оқымай қалсам, бір күнә жасап қоямын, немесе кінәлі боламын Аллахтың алдында. Немесе намазды оқымай қалдым, менің ақшам бітіп қалады деген бір сондай сенім, наным тұрады екен адамдарда. Бұл убеждениемен қалай жұмыс жасауға болады сонда? Ояну керек тек қана. Оянған адамда подсознание болмайды ғой. Қиын бұл убеждениеден шығу негізі. Өйткені түпкі санада тұрды, ол автоматтық түрде өзін өзі сендіріп алған адам болды. Кішкентай кезден ойлашы, саған құя берді. Осылай болады, осылай болады, осылай болады. Мен өзім қиын шықтым бұдан. Күнә жасап отқан жоқпын ба? Бірдеме істеген жоқпын ба? Шатасып кеткен жоқпын ба? Адасып кеткен жоқпын ба деген сұрақтар. Сөйтіп кеттім, мистицизмді изучать еттім. Христианство, Библияны бір қарап шықтым. Тораны бір қарап шықтым. Сөйтіп уже жан-жақтан қарағаннан кейін көзім ашыла бастады. Исламда суфизм дейді, даоизм, лао-цзы мысалы. Ол жақта индуизмдарды көрдім. Одан кейін бәрі жаным тынышталып, осыдан шығып, оянғаннан кезде бәрі тоқтайды екен ғой деп. Өйткені жан оянады, іштей барлық сұрақтарыңа жауап аласың болып, пазлдардың бәрі жабылады осы кезде. Адак шығу қиын, подсознание, ол флешка ғой, жесткий диск деймін мен ол. Адамдардың ішінде тұрған. Бүкіл информация сол жерде адамда сақталып тұрады. Осы подсознание мен адамның ақылы бар ғой, екі ортада сознание бар, осы мост. Осы сознаниемен өмір сүру керек та, санамен. Демек, адам толықтай оянған кезде оның подсознаниесі түгелей тазаратын болып тұр ғой, убеждениесі бәрі жойылып. Не үшін жойылады? Сол подсознанияны ұстайтын личность жоғалады. Жеке тұлға жоғалады. Сол күнәні жасайтын жеке тұлға жоғалады бұл жерде. Сенсің, менмін деген жоқ. Сен таза өзің өмір сен екенін түсіне бастайсың. Өмір сенің ішіңде екенін түсіне бастайсың. Қазір бәрі мен осы әлемде деп жүр ғой, солай ойлап. Жоқ, әлем олардың ішінде. Бүкіл галактика олардың ішінде тұр да, бірақ сезбей жатыр. Мынау қазір мына состояниеде, мен жүрген состояниеде, осы жағдайда 1 минут қазір осыны сезініп көретін болса, барлық мынау материалдық нәрселерін ұмытып кетеді адам. Осы жерде жүре бергісі келеді. Мынау ерунда екен ғой, бәрі жүгіріп, қиналып, проблема, бәрін ұмытып кетеді.
жаңағы сіздің бүкіл әлем сенің ішінде деп жатқан кезде мынандай ой келіп жатыр, бір кітаптан оқыған болу керекпін осыны. 18 мың ғаламды түсіну үшін өзіңді таны деп жатады ғой. Сонда ол ояну болып тұр ғой. Ояну керек. Оқыңдар, Румидің кітаптары бар. Оқыңдар. Румидің мысалы ішіндегі эгосын сындыру үшін Шамс Тербези базарға барып вино саттыртады. Ол Руми айтады ғой, мен өзің шәкірттігіңе алшы дейді. Шамс Тербезиға ол айтады, онда барасында базарға вино сатасын дейді. Қалай, мен білен ислам университетінде сабақ беріп жүрмін. Осы ғана шартым дейді. Бір вариантында солай айтады. Екінші вариантында былай айтқан екен. Маған вино алып келесін, арақ, вино, шарап бәрін, и қыздар алып келесін дейді екен. Шамс Тербези. Сол кезде мен сені шәкірттікке аламын дейді. Оның мақсаты ол вино ішу болып тұрған жоқ қой, Шамстың ішіндегі эгосын тексеріп отыр, даджал қандай екен. Сөйтеді да ол алып келеді, Руми. Алып келеді. Сол кезде біледі, эгосын сындырды дейді. И өзінің шәкірттігіне алады. Көптеген мықты нәрселер жазады ғой Руми. Оқыңдар. Шамс Тербезидіке де мысалы мықты нәрселер жазады. Бұл мистический нәрселер де сөзбен түсіндіре алмайсың. Бұны түсіну үшін тек жасап көру керек болды. Бұл жерде Шамс Тербезидің мақсаты жаңағы Румидің эгосын сындыру деп жатсыз. Я түсініп тұрмын, Руми енді исламтанушы, университетте сабақ берген, сондай бір атақты аты болды. Ол сол атына сеніп келді ғой сол уақытқа шейін. Енді қараңыз, Румидің нәпсісін сындыру үшін дегенде даджал, ол оңайшылықпен берілмейді екен ғой. Екі оңайшылықпен берілмейді, просто оның определенный практикалар бар, наблюдатель. Сол практикалар арқылы жаймен шығарып тастауға болады. И Аль-Газали да мысалы 1000 жылдық имам статусын алған, ол да мысалы 11 жылға бір күн, қанша теолог, ол Құранды вообще тәпсірлеп тастаған адам. Бір күн просто тұрады да тастап кетіп қалады бәрі. Ішінде тыныштық таппай. 11 жылдан айналып келеді бәрі. Ол да суфи мысалы. Бірақ ол заманда ашық айту қиын болды да бұны ше. Қазір бізде кез келген вера дінді ұстана бересің ғой, Қазақстан зайырлы мемлекет қой, құқығы бар. Ол кезде айта алмайсың, басың шауып тастайды сен. Мынандай сөздерді айтып жатсың. Мен сол имам Аль-Газалиді зерттеп көргенмін. Сонда мынандай бір сөзге көзім түсті. Имам Аль-Газалидің ілімі, оказывается, екі этапқа бөлінген екен. Біреуі жаңағы осы ояну тақырыбына дайын қауымға дейді. Екіншісі ол екінші қауымға дейді. Сол жайлы кішкене айтып кетсеңіз. Давай ол жаққа кірмей-ақ қояйық. Жарайды ма? Сабақ берген, оянған, просветленный адамдар ғой, әулие адамдар. Әл-Фараби мысалы. Ол да мысалы айтқан, осы сендердің дінде айтып жүрген құдайларың ондай емес ау деп айтам деп біраз қудаланды болды. Қиын замандар болды ғой. Қазір не айтқым келеді, ояныңдар деймін, болды. Жандарыңды тыңдаңдар. Ал енді оянуға келетін, енді оянуға шақырып жатсыз, например. Оянуға келетін ең бірінші кедергіні айтып өтіңізші маған. Ең бірінші кедергі адамды толықтай оянуға келуіне кедергі жасап тұратын зат. Біріншіде мен ешкімді шақырып жатқан жоқпын оянуға. Ойбай, ояныңдар деп жатқан жоқпын. Мен өзім өткен тәжірибеммен бөлісіп отырмын. Кім оянғысы келеді, мен просто көмек беріп жіберіп отырмын. Как дорожный знак, жол көрсетуші, проводник болды. Мен бір методикам да жоқ, авторлық бір программаларым да жоқ. Жоқ, бәрі іштен шығып отыр, болды. Әр ретрит, әр антитренингтар менде индивидуальный бөлек-бөлек өтеді. Уникальный өтеді өзі. Жаңа нәрселер қосылып тұрады. Ол жерде мен бір методика қосып, программа қосып отырмаймын. Ол тренинг емес. Ол жерде адамдар өзін-өзі сезе бастайды, іштерін сезе бастайды. Болды. Махаббат оянады әлемге деген. Қарсылықтары жойылады олардың. Іштегі бір басқа адамдарға деген көзқарасы өзгере бастайды. Осуждать еткісі келмейді. Мемлекетті де,
басқа адамдарды, тіпті даже жануарға да көзқарастары өзгереді. Өйткені жанмен санамен өмір сүре бастайды. Бұл жерде мен артымнан ергізіп, мен оятуға шақырып жатырмын деп айтпаймын мен олай. Керек емес маған олай. Оянғысы келе ма? Пожалуйста. Демек сол 3 күндік жаңағы 2 күндік ретрит антитренинг бағдарламаларыңызда адамдар оянып жүректерімен сезініп кетіп жатады ғой бәрі. Иә, 3-ші күн жылайды бәрі отырып құшақтап бір-бірін. Соңғы остановка екенін түсінеді, уже ары қарай ештеме достигать етудің қажет жоқ. Тағы басқа курстарға барудың қажет жоқ. Болды, бұл полная сдача. Өйткені маскың шешілді ғой сен, бұл шын болмысыңды қабылдадың. Өмірге басқа көзқараспен қарадың. Тағы уже күресудің бәрін тоқтаттың. Тапсырдың бәрін өмірге, әлемге. Бұл лучшим образом өзі жасап береді саған. Әдемілеп тұрып. Даже определенный уақытта біреулер өзінің денсаулығын дұрыстай бастайды. Потому что личность жоғалған кезде организм өзі биохимиясы өзгере бастайды. Недегі көбелек ана неден коконнан ұшып шығады ғой, сол сияқты ұшып шығады. Өзім сияқты. Жаңағы курс деп атсыз, мен бір февраль айында осы Айнұр Бектұрғанның үлкен бір семинарына барғам Шымкент қаласында. Сонда сол семинарда бағанағы сіз айтқан бездуши балалар деп жатсыз ғой. Солар туралы қозғалғанда мен ол семинарда былай айтылды. Әлемде қазір бәленбай миллион роботтар дайындалып жатыр деді. Солар біздің уже санамызға кіріп бізді басқаратын болады деген ұғыммен айтылды да, бірақ мен ол кезде білесіз ба қалай түсіндім? Кәдімгідей темір робот деп түсіндім. Қазір Илон Маск сол направление жұмыс жасап жатқаннан кейін сол дайындап жатыр деген сияқты ұғым болды да менде. Енді қазір подкасттың барысында қарап отырсам, ол роботтарыңыз сіздің айтып отқан жаңағы бездуши балаларыңыз ғой, өмірге келеді деген. И сіз айтасыз, ол балалар определенный бір система құрады деп. Сол жайлы бір ашық толып кетіңізші, қандай система құрады, ол балалар не балалар деген сияқты. Дұрыс түсіндім ба мен осы ұғымды? Ол бәрі дінде жазылып тұр ғой. Функцияның балдары суық, жан жоқ енді. Қандай болады жан жоқ адам? Жақсы жаман жоқ. Тек қирату үшін келеді олар, болды. Қирату үшін дегенде, мына әлемді қирату үшін келеді деп тұрсыз ғой? Иә. Баланс орнатады. Керек емес нәрсенің бәрін алып тастайды. Баланс орнатады дегеніңіз, демек ол балалар. Топан су сияқты ғой бұл да, бірақ басқа формада. Нұх пайғамбардың кезіндегі топан су сияқты ғой. Бірақ басқа формада. Демек бұл Құранда астарлап жазылып отыр ғой? Иә. Любой боль, любой проблема Аллаға жақындатады ғой. Сөзді адамдар жақындайды, оянады, массы. Иә. Сонда бұл балаларды ешқандай убеждениеге, бір догмаға... Қазір уже бар ондай балдар, негізі. Уже бар. Тығамайсың. Не айтып отырсың дейді, дін туралы бірдеме десе. Құдай туралы айтып отырсың. Мен сенбеймін, айтпашы ондай дейді, болды. Сонда олар Құдайға да сенбейтін бола ма? Жоқ, ештемеге сенбейді олар. Функциям балдар, системам балдар деймін ғой. Болды. Үлкен кішіге құрмет деген жоқ, абсолютно. Тығамайсың ештемеге. Тіпті әке-шешесіне де құрмет болмай ма сонда? Определенный уақытқа дейін болады, одан кейін құрмет те жоғалады. Это есть дети без души, дейді. Жаны жоқ. Роботтар, боттар дейді ма, матрицаны. Сонымен одан қорқудың қажеті жоқ, ояну керек, болды. Зачем он қорқу? Алланы іштен сезіну керек. Сонда бұл өмір ары қарай жалғаса беретін болып тұр ғой? Тоқтамайды, ары қарай кете береді өзі. Никак тоқтамайды. Өмір тек қана білесің бе неге тоқтайды? Жеке тұлғаға тоқтайды, болды. Сен өлмегесін де, өлмейсің де. Тек дене ғана өледі. Бәрі ойлап жүр ғой, менің ішімде жан деп қояды. Сен жанның ішіндесің қазір. Соны түсінемей жатыр қазір. Бірақ түсінеді жаймен кеп. Өмір түсіндіреді ол бәрібір. Қазір шектеу заңы түсті. Сүйекте тығылып тұрған маскаларға дейін шешеді қазір. Полностью.
эго осы уақытқа дейін құрастырған нәрсенің бәрін просто алып қояды сені. Өзің түсіндіре алмай қаласың, адам өзі түсіндіре алмай қалай болды дейді ол. Эгосы түсіндіре алмай қалады. Трещина береді. Сол үшін қазір масканы шешіңдер деймін. Менен сұрайды да, намаз оқымау керек па не сонда деп. Оқы деймін. Бірақ не үшін оқы? Медитация ғой намаз. Алланы бір іштен сезіну үшін, жақсы көру үшін, жүректі бір жұмсарту үшін оқысайшы. Немесе судья болу үшін емес, сен тозақта жанасың, сен или жәннатқа кірмейсің деу үшін емес. Медитация үшін оқы, жүрегін жұмсарту үшін оқы деймін да. Егер сен намаз оқып Алланы жақсы көріп отырсың ба, оқи бер, пожалуйста. Бұл жерде оянуда ешқандай ограничение жоқ. Церковьқа бар, керек болса бөле алмайсың бұл жерде. Мысалы, ораза ұстауға болмай ма дейді. Болады, неге болмайды? Бірақ оразаның мақсаты сен егаңды сындыр өзің егаңды. Функцияларын ұмытпа да. Қазір не істеп алған адамдар? Мен намаз оқимын, мен бірдемем берші, мен бірдемем жасап берші, мен өмірім дұрысталады. Солай болып кетті ғой. Өтірік емес қой. Өтірік емес, оны мойындаймын. Ораза ұстағанда біреу азу үшін ұстап жатыр, біреу өзі дұғалар қайтарылмайды екен, мен бірдеме дұға етіп өзіме жасап алам. Или вообще маска үшін. Мен оразадамын. Мен намаздамын, сен намаздасың ба дейді. Причем тут сен намаздасың ба, ол намаздама. Өзің үшін оқисың ғой оны. Біреуге көріну үшін, маскаңды көрсету үшін оқып кетті де. Сол үшін қазір маска шешетін заман. Шешіндіреді шешпесең де қазір. 2031-ге дейін кішкене тоса тұрыңдар. Жесткий болайын деп тұр ол. Ораза демекші. Уже сезіп жатыр адамдар қазір. Бәрін сезіп жатыр. Түсіндіре алмайды бірақ. Никак түсіндіре алмай жатыр. Ораза демекші, оразада да жаңағы келісім шарт дегеніңіз тоже мен өзімді көргендей болып отырмын да. Себебі менде де мынандай ой болған. Осы ай ораза ұстап шықсам, өткен күнәларым немесе жаңағы келешек күнәларым кешіріледі деген. Сонда мен оразаның түпкі функциясын түсінбегендік болып тұр ғой. Жаңағы қадір түнде дұға жасайсың, дұғаң сенің кері қайтарылмайды. Ол кезде де материалды нәрсе сұрадық қой. Жағдайым дұрыста, үй алсам екен, машина алсам екен, ана жаққа барсам екен, мына жаққа барсам екен. Бірақ түптің түбінде бір Аллаға жақындау болмаған екен да, мен қазір өзімді көріп отырмын сол жерден. Тура осылай бәрі адамдар өздерінің ішкі дүниесіне қарап, қазір маскаларын шешетін болса, өмірлері дұрысталады бәрінше. Қазір ақыр заман өйтіп олар ойлағандай келмейді қазір. Иса пайғамбар түседі деген мысалы. Иса пайғамбардың өзі түспейді ғой енді. Олар солай күтіп жүр де бәрі. Иса пайғамбардың сөздері түсе бастайды қазір. Қазір былай айтады: не войдешь в рай, пока не вспомнишь себя ребенком дейді. Бала күйге түсу керек. Кішкентай бала күйге түсесің, сен уже кармический циклдардың бәрін жабасында үйге қайтасың. Үй қай жер? Алла, чистое сознание, абсолют дейді. Біреу исток, свет дейді. Атман, адвайта, брахман деп жатады. Әр дінде әр түрлі айтады. Соған қайтасың сен. Сол кезде бәрі тоқтайды. Жалғыз сол ғана қалады. Итак, жалғыз сол ғана бар ғой. Қазір мынау проекция біздің жалғастарымыз. Әр адамның өз проекциялары. Өзіміз құрап аламыз қазір. Мынау стол біреудің жалғасы, сенің жалғасың болуы мүмкін. Микрофон менің жалғасым болуы мүмкін. Мен проекция, мен осы әлем құрастырылып тұр қазір. Жаңа айтып жатсыз, өмір тек жеке тұлғаға керек дейсіз. Демек, жеке тұлға бар кезде жаңағы эго қатты жұмыс жасап тұрады да, сол кезде адам неден? Өлімнен қорқып бастайды. Әрине. Бұл да бұл эгоның жұмысы ғой сонда. Бәрі эгоның жұмысы. Эго деген роза гүл сияқты, капуста сияқты деймін ғой. Өзіне ана бір жапырақта біліп ала береді бәрінше. Ішіңде қазір кім сөйлеп тұр, кім анализ жасап тұр, өзің байқасай, постоянно сыбырлайды осыған. Аналар виноват, аналар құрту керек, аналар жау, мен әлі оларға көрсетемін, біз осындаймыз. Эго сөйлейді іште, сөйлей береді. Сөйтіп бір тәкаппарлық іліп алады. Ақша кішкене көбейген кезде гордыня іліп алады. Сен білесің ба мен кім екенімді деп сөйлей бастайды. Кімсің сен? Ешкімсің ғой саған дейді. Өзіне эго, өзіне маска киіп алғанда уже көрдің ба? Біреулер, кедейлерде де эго болады. Оны суфилар әдемі айтады.
надел корону в лохматьях дейді, кір киіммен корона киіп алыпты ғой дейді да. Я самый несчастный на земле деген сөз. Мен ең маған бәрі көмек беру керек, мен ең сондай бақытсыз адаммын деп өзіне эго болды. Эгоның басқа формасы. Ой, эгоң деген қазір кіретін болсаңдар, неше түрлі ойындарын осы тани жаңағы бастайсың оның ше. эго демекші жаңағы кедейлердің деп сұрақ қояйын деп жатыр едім, сұрағыма қайтадан жауап беріп тастадыңыз. Сіздің полиңізде мысалға мына жерде шынымен де бір сұрақтар жабылып жатады да, келесі сұрақ келмей жатады. Бұл сонда қалай жұмыс жасап тұрмын, түсінбей жатырмын да, соны миым түсіндіре алмай жатыр ма, или мен түсіне алмай жатырмын ба? Эгомен емес, сен жанмен сөйлеп отырсың да. Жан тыныштықта отырғысы келеді мына жерде. Эгомен сөйлейтін болсаң, қазір анализировать етіп, неге бұлай, неге солай, анау бұлай, неге бүйтті, сөйтті деп сөйтіп келеді. Ретритта да сондай ғой, 3 күндікте. Бағасында сұрақ деген жабады. 3-ші күн сұрақ жоқ қой ешқайсысында. Болды ма деймін ғой, болды дейді. Сұрақ жоқ па? Жоқ. Осы тыныштықта отыра бергім келеді дейді. Болды, жіберіңдер деймін мен бәріне. Жіберіңдер, өмір өзі сүрсін. Отношенияларыңды өзгертіңдер. Ояныңдар. Қатты күйзеліске түсе бермеңдер болды. Өздерің ауыртып қоясыңдар. Онымен ештеме шешілмейді. Шешілетін болса, қазір соны айтатын едім сендерге. Мен осылай шықтым жылап деп. Осынша күн. Это не работает. Өзің бір күн ауырып қаласың. Керек емес. Жіберіңдер болды. Я жаңа сіз айтып жатсыз, Иса пайғамбар былай айтқан деген сөздерді келтіріп жатсыз ғой енді. Халықта да сондай түсінік бар ғой. Ақыр заман жақындағанда Иса пайғамбар жерге түседі деген. Бұл сұрақты да мен қоям деп отқам негізі басында, бірақ бұл сұраққа да сіз жауап беріп тастадыңыз ғой. Сонда Иса пайғамбардың өзі емес, сөздері түседі екен жерге. Сонда сөздері түседі. Иса пайғамбарды өз креске де қадап тастаған себептер ол Алла іштерінде деп айтқан сөз үшін ғой. Иә. Бәрі внутри вас деп айтамын деп, сен не деп атсың деп, оны айттым. Ол заманда ашық айтамаған ешкім. Сондай бір қиын заман болған ғой себебі. Қиын заман. Қазір енді құқықтық зайырлы мемлекеттеміз ғой. Ондай шариғат заңымен өмір сүретін мемлекет емес, содан кейін ашық қазір айта бересің. Неден өттің сен? Сол өзінің тәжірибеңмен бөлісіп жатырмын да, мен бір методика құрастырып бірдеме істеп жатқан жоқ. Өзім өткен тәжірибемен бөлісіп жатырмын. И комментарияларда былай қарайсың ғой, мен бір жаңалық ашып жатқан жоқпын. Адамда ішінде тұрған сұрақтар ғой, бұның бәрі ше қазір. Өмір бойы. Солар өзінен өз жабылып жатыр да. И солар тыңдай бергісі келеді. Отырады, тынышталып қалады. Анализдер тоқтап қалады. Я оның бәрін мен енді қазір байқап отырмын өзімнен. Қойғым келіп тұр сұрақ, бірақ сұрағым жоқ болып жатыр да. И тыныш отырмын. Бір осы сәтті кәдімгідей сезініп отқан ощущение болып жатыр менде қазір. Бұл Алланың алаңы ғой, территориясы ғой. Бұл жерде вечное сейчас, мәңгі бақи осы сәт. Енді бір соңғы сұрақты қойып кетейін. Қараңыз, тағы бір дерек сөздер бар. Құранда жазылған ба, бір ақыр заманның тоже белгілері деп айтады ғой енді. Қазір ол түсініп жатырмыз ғой енді, ақыр заманның ақыры жоқ екенін, бұл цикл солай жалғаса беретін. Мешіттер, храмдар босап қалады. Жаңағы Алланы іздеген адамдардың бәрі сонда мешітке барып дұға жасамай қалатын болып тұр ғой. Оянған. Уже сезіп жатыр ғой олар. Қазір бәрі бізді көріп отырған адамдар сезіп отыр жаны. Іштеме жұмыс істемей жатқан. Көп нәрсе босайды. Ал Елеке, енді бүгінгі сұхбат керемет болып жатыр. Мен миым жарылып жатыр десем де болады. Қазір бұның бәрі маған біраз қорыту керек сияқты. Себебі сіз мен сеніп келген дүниелерді ашып айтып тастадыңыз. Сұрақтарым да бітіп қалды. Бір тыныштық келді ма, бір пазл жабылған сияқты ощущение болып жатыр да менде. Енді бұл орайда маған білесіз ба қандай түсінік келіп жатыр? Ояну дегеніміз сонда оймен, ақылмен эгоның ар жағындағы тыныштық болып тұр ғой. Иә, соған жету. Соған жету дейміз, бірақ сіз бағана бір сөзіңізде айтып кеттіңіз, соған жететін бір практика бар деп.
сол практиканы біз қазір көрермендерге беріп кетсек қалай қарайсыз? Көзің жұм, сен өз бар екеніңді сезіп отырсың, иә? Сезінші қазір, осы жерде барсың. Денең бар. Бар. Тыныс өзі жүріп жатыр. Жүрек өзі қағылып жатыр. Иә. Жауап берме, тек тыңда. Осының бәрін кім сезіп тұр? Жауап берме, іштей сезін. Осы сезімнің бәрін кім бекітті, белгіледі? Осы бекіткенді кім естіді? Осы естуді кім сезді? Сезініп қарашы ішінде. Енді осының бәрін кім қарап тұр? Таба алмайсың, иә? Осы пространство, осы тыныштық. Осы тыныштықта көбірек отыру керек. Көптеген уақытты осыған жұмсау керек. Көз алдымның бәрі тек пустота болып қалғандай болды. Түк жоқ сияқты. Бұл пустотадан қорқудың қажеті жоқ, бұл Құдайдың өзі құшақтауы солай. Осы пустотамен құшақтайды адамдарды. Тыныштықпен құшақтайды. Тыныштық түк жоқ сияқты. Эго қорқады осы жерде. Мә, не болып кетті дейді. Бәрі пусто, ештеме қызық емес дейді. Енді түсінік келіп жатыр маған. Практикалар көп негізі. Стаканға қарашы. Атыңды алып тастап қара. Қарап тұрмын деген сезімді алып тастап қара. Енді экран болып қара. Енді осы қарауды қай жақтан шығып тұр? Апар артқа. Болды, осылай қарау керек әлемге. Просто қарау бар. Ешқандай атау жоқ. Оценка жоқ. Бұл таза болмыстың өмірі. Эго жоқ, анализ жоқ. Тек қарау бар. Даже предметке атау да бермейсің. Или мен қарап тұрмын да демейсің. Мен қарап тұрмын дедің ба, өзің атыңды қойдың ба, болды, сенде биохимия жұмыс істейді да, денең тырыса бастайды. Алып таста әлемге. Жай қарау бар, өмір бар. Сен өмірде емессің, өмір сенің ішінде, әлем сенің ішінде, Құдай сенің ішінде. Солай өмір сүр. Тек бір бос кеңістік қарап тұрғандай сезім. Сол сезіммен жүресің. Күтпейсің. Осының ояну дейді. Керемет. Личностің, тұлғаның оянуы емес. Керемет. Енді бүгінгі сұхбатыңызға рахмет. Көп сұрақтарыма жауап алдым. Бағана айтып кеткендей пазлдарым жабылып, көңілім жай тауып, бір жүрегім рахаттанып тұр десем де болады. Мынау біздің парақша жақында ашылды. Бұл жерде тек ояну туралы, өзіңді тану, жаныңды тану. Тіркеліп кетіңіздер, лайк басып, пікірлеріңізді жазып кетіңіздер. Ішінде жақсы пікірлер болса, сұрақтар болса, осындай подкасттарда жауап береміз. Жақсы, келесі кездескенше.